Әйюхәл вәләд, ей балам, хуласатул илм, ілімнің ең негізі, ән тә'ләмә, мына бір нәрсені үйренуің, білуің, әннә тағата вәл ғибадата ма хия, ғибадаттың, Аллах тағалаға мойынсұнудың не екендігін үйренуің, осы нәрсе ілімнің ең негізі. И'ләм, мына нәрсені біл, әннә тағата вәл ғибадата, расында ғибадат дегеніміз, итағат ету дегеніміз, мутабиғату шариғи, бұл нәрсе шариғатқа еру арқылы болады. Фил әуәмир, әмір еткен нәрселерін орындаумен, вән нәуәхи, тыйған нәрселерінен тыйылу арқылы. Бил қаули, сөзбен, вәл фиғли, іспен. Яғни, күллу мә тәқулу вә тәф'алу, әрбір сенің айтқан сөзің, жасаған ісің осыған сай болуы қажет. Вә тәтруку, және де сен тәрк етіп тастайтын болсаң, қаулаху, оның сөзін, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөзін тәрк етіп тастайтын болсаң, ва фи'лаху, және де оның істеген нәрселерін істемей, оған керісінше бір нәрсе жасайтын болсаң, якуну би иқтидаи шар'i, бұл нәрсе қалайша шариғатқа сай келуі мүмкін? Кәмә, мына бір нәрсе секілді. Ләу сумта, егер де сен ораза ұстап ауыз бекітетін болсаң, яума ил айд, ораза айт күндері, ва айямат ташриқ, және де құрбан айт күндері, осы тыйым салынған екі күндері сен ауыз бекітіп ораза ұстайтын болсаң, тәкуну асиян, күнә жасаған боласың. Яғни бұл сырттан қарап тұрсаң, бұл да бір Аллах тағалаға деген ғибадат, құлшылық, сыртқы көрінісіне қарасаң. Дегенмен де ішкі жағына үңіліп қарайтын болсақ, бұл күндерде ораза ұстауды біздерге әмір еткен жоқ, керісінше бұл күндері аузымыздың ашық болуын әмір етті, ораза ұстауға тыйым салды. Әу, және де соллайта, егер де намаз оқитын болсаң, фи сәубин мағсуб, біреуден тартып алған киіміңмен, әу немесе фи сәубин любсуху харамун, және де бір харам жолмен киген киіммен, кәл харир фир риджал, бір кісіден ұрлап алған киім секілді. Ва ин канат суратуху ибадатан, оның бір сыртқы көрінісіне қарасаң, бұл бір ғибадат, яғни істеп жатқан қимыл әрекеттер, бұл бір ғибадаттың көрінісі, алайда тәсиму, бұл нәрсе күнә болады дейді. Әйюхәл вәләд, ей балам, фәянбәғи ләк, саған мына бір нәрсе қажет. Ән якуна қаулука ва фи'лука муафиқан лиш-шар'i, сенің айтқан сөзің, жасаған іс-әрекеттеріңнің шариғатқа сай болуы қажет. Изил илму, өйткені ілім, вәл амалу, және де амал, биля иқтидаи шар'i, шариғатқа сай келмейтін, шариғатқа үйлеспейтін амал мен ілімдер, долалатун, ол бір адасушылық. Ваянбағи ләк, және де саған тағы бір мына нәрсе қажет. Әллә тәғтәрра би шатхи ва таммати суфия, сопылардың айтқан бір ұшыраған қайғыларына, және де бір асыра сілтеулеріне алданып қалмауын қажет дейді. Яғни, осы біздің Қазақстанда да шығып жатыр, көптеген сопы сияқты өздерін көрсетіп, бірақ та адасушылыққа тартып жатқан көптеген адамдар бар. Соларға сен айтқан әңгімелеріне ойдан құрастырып, я болмаса бір эмоцияға беріліп, арғарай қосып ойынан қосып айтқан бір негізсіз нәрселеріне алданып қалмауын қажет дейді. Лиәннә сулука хазат тариқ, себебі бұл жолды ұстану якуну бил мужахада, тек қана еңбек етумен ғана болады. Ва қат'i шахвати нәфс, және де нәпсінің қалауларын кесу арқылы. Ва қатли хаваха, және де оның арман тілектерін өлтірумен. Бисайфир рияда, бұл нәрселер жаттығу қылышымен болады. Яғни бұл жердегі жаттығу қылышы дегендегі мағына, бізге берілген, белгіленген парыз намаздарынан бөлек, нәпіл намаздарды орындау арқылы, әртүрлі зікірлер, тасбихтар айту арқылы осы нәрселерге ұмтылуымыз қажет дейді. Бұл нәрсе, яғни бұл жол тек қана еңбек етумен ғана болады дейді. Лә биттаммати вәттуррахат, яғни бұл жолдар тек қана еңбек етумен, бірақ бос нәрселермен болмайды дейді бұл нәрсе. Ва'лам, мына нәрсені біл, әннәл лисанәл мутлақ, расында өзінің еркіне жіберілген тіл, әр нәрсені бір айта беретін тіл, вәл қалбәл мутбақ, және де қараңғы жүрек, әл-мәмлуә, екеуі де толған, бил ғафләти ва шахва, нәпсілік қалауларға және де ғапылдыққа толған. Аламату шақауа, бұл бір
бақытсыздықтың белгісі дейді. Хатта ла тaqtul nafsaka bisidqil mujahada. Сен өзіңнің нәпсіңді шынайы еңбек етумен өлтірмейінше бұл нәрселерден құтыла алмайсың дейді. Лән тухя qalbak. Сен жүрегіңді тірілте алмайсың. Би анварил мa'рифа. Тек қана ілім алумен, ілім нұрымен сен жүрегіңді тірілте алмайсың. Яғни алған іліміңе сай амалдың да қажет екендігін бұл жерде айтып жатыр. Вa'лам, және мына бір нәрсені біл. Анна бa'да масаилика аллати саалтани анха. Сенің менен сұраған кейбір мәселелеріңе ла ястақиму жауабуху бил китабати вал қаули. Жазумен және де сөзбен жауап беру мүмкін емес. Бәл керісінше ин таблух тилкал хала. Керісінше сен сол халге жетсең ta'rif ма хия. Сол нәрселердің не екендігін түсінесің. Ва илля, ал егер де жетпейтін болсаң, фа илмуха минал мустахилат. Сезінбей ол нәрсені, ол халді білу мүмкін емес. Ли аннаха, расында ол зауқиятун, тек қана дәмін тату арқылы ғана білетін нәрселер дейді. Ва куллу ма якуну зауқиян ла ястақиму васфуху бил қаули. Және де әрбір дәмін тартып білетін нәрселерді сипаттауға сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес дейді. Ка халаватил халви, халуаның тәттілігін, ва мураратил мурри, және де бір ащы нәрсенің ащылығын, ла ту'раф, білмейсің дейді. Илля, тек қана беззауқ, дәмін татумен ғана білесің дейді. Кама хукия, бұлай деп хикая етілді. Анна иннинан, расында бір белсіз адам, яғни еркектік күш қуаты жоқ адам, кәтәбә иля сахибин ләх, өзінің досына бұлай деп хат жазды. Аррифни, маған білдірші, ләззәтәл мужамаати кайфа такун. Бағанағы ер кісі мен әйел кісінің арасында болатын қатынастың қандай, сол қатынастан болатын ләззаттың қандай екендігін маған білдірші деп досына хат жазды. Факатаба фи жауабихи, және де досы сол жазған хатына жауап ретінде бұлай деп жазды. Я фулан, ей пәленше, инни, расында мен, кунту хасибатука айнинан фақат, мен сені тек қана белсіз адам деп ойласам, вәл ана, қазір арифту аннака айнинун ва ахмақун, және де мен қазір енді түсініп жатырмын дейді, сен белсіз адамсың және де ақымақ екенсің дейді. Ли анна хадихи лаззата зауқиятун, себебі бұл нәрсенің ләззатын тек қана сол нәрсені татумен ғана біле аласың дейді. Ин тасил илейха, егер де сен сол нәрсеге жетсең, ta'rif, білесің. Ва илля, ал егер де жетпейтін болсаң, ла ястақиму васфуха бил қаули вал китабати, ал егер де сен ол нәрсеге жетпейтін болсаң, ол нәрсенің сипатын саған сөзбен айтып немесе хатпен жазып жеткізу мүмкін емес дейді.